Өнегеңнен барлық шәкірттер алған. Шапағатты шуақ сепкен ұстаздар өздеріңнен бастау алар бар арман. Армысыздар, құрметті де аяулы ұстаздар. Бүгінгі жаратылыстану ғылымдары факультетінің ұстаздар күніне арналған ұстаздар ұлы тұлғалар атты мерекелік концертіне қош келдіңіздер. Огни и сцена, чистый лист, раскрытый, как душа ребенка. Зачем опять мы вместе собрались? О чем мы будем толковать и очень громко? Какой тягой мы совмещены, что всех, кто в зале, мы зовем друзьями. И чем сегодня все сердца полны, как чем? Нам очень повезло с учителями. Бүгін бізде үлкен мереке. Бүгін ұстаздар қауымының фөл мерекесі. Олай болса, бүгінгі күн ұстаздарға арналмақ. Ұстаз ұлағатты есім. Күн сәулесі өмірге қандай жарық берсе, ұстаз есімі де шәкірттіге күндей жарық береді. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, шәкірттердің өзінен озғанын қалаған ұстаздар қауымы, мерекелеріңіз құтты болсын. Мы спешим поздравить вас с замечательным праздником, с Днем Учителя. Дорогие наши учителя, в этот день мы приготовили для вас самые теплые слова поздравлений и пожеланий. Пусть та важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам только радость. Мы желаем вам богатырского здоровья и новых успехов в вашем нелегком труде. А мы, в свою очередь, постараемся как можно чаще радовать вас своими достижениями. Ұстаздар қауымына ақ лебіз. Жылы тілегін білдіру үшін ортамызға Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ректор міндетін атқарушы Жарқынбеков Темірхан Ниязұлын шақырамыз. Құрметті ұстаздар, сіздерді бағатты ұстаздардың кәсіби мерекесі бүгінгі ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұрпақ тәрбиесі ұстазға байланысты, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ерсің дегендей, өнегелі ұстаздың жақсы шәкірт шығарары анық. Ұстаз ұлағатты есім, тәуелсіз мемлекетіміздің басты құндылығы білімді адам, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына тартып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде қалыптаса бермек. Білім біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асырар білу дағдысы. Деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, білім мықты, білігі жоғары, жаңашыл ұстаздар біздің оқу ордамызда жеткілікті. Өз істерінің жоғарғы деңгейіндегі мамандардың, осы бір құрметті жандардың танымсыз еңбектерінің арқасында жоғары оқу орнының мыңдаған студенттеріне заман сұранысына сай білікті маман болып шығаруда. Бұл күндері қолдарына диплом алған сіздердің шәкірттеріңіз әр салада тәуелсіз мемлекетіміздің гүлденіп, өркендеуі үшін өз үлестерін қосып, аянбай еңбек етіп жүргені баршамызға белгілі. Қазақ халқы бағзы замандардан бері ұстаздарын ерекше тұтып, оларға аса құрметпен қараған дана халықтардың бірі болып саналады. Бабаларымыз ұстаз беделін жоғары бағалап, ұлы адамдар қатарында қосқан
санында белгілі. Қазақтың ұлы ақыны Абай атамыз ұстаздық еттен жалықпас, үйретуден балаға деген ыбыралатын сайын айтпақшы, ұстаз мектеп жүрегі деп ерекше баға берген. Шынында да бойына жинаған білімі мен білігін шәкірт санасына сіңіру нағыз ұстаздың ғана қолынан келетіні рас. Сол себептен де ұрпақ болашағы білікті ұстаздардың қолында деп толық айта аламыз. Сондай-ақ ұстаздар жайында халқымыздың қас батыры Бауыржан Момышұлы да өз кезінде ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекетіміздің ең басты байлығы білікті де білімді азаматтар екенін жыл сайынғы Қазақстан халқына арналған жолдауларында үнемі айтып, білім саласын жедел дамытуға миллиардтаған қаржылар бөлгізіп, осыған орай қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың іске асуына өзін ерекше назарда алып отырады. Мемлекет басшысының айрықша көңіл бөлуі нәтижесінде білім мекемелерін көбейту және олардың материалдық техникалық базасын заманауи қондырғылармен жабдықтау арқылы білім саласын дамытуға барлық жағдай жасалынып келе жатыр. Осының барлығы білім саласын арттыруға, кәсіби шеберлікті нығайтуға, мұғалімдердің әлеуметтік тәртібін мәртебесін жоғарылатуға ықпал ететіні сөзсіз. Құрметті ұстаздар, бүгінгі білім ордасында жасалып жатқан игі істер мен шаралардың барлығы сіздердің құрметтеріңізге арналып отыр. Білім мен ғылымға арналған істеріңіз абыройлы болып, құрметтеріңіз әрдайым арта берсін. Болашақтың тұғыры жастарымыз білімді де іскер болсын. Тәуелсіз еліміз көркейіп, өркендей берсін. Баршаңызға мықты денсаулық, отбасыларыңызға береке бірлік, шығармашылық табыс, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Марапаттау рәсімін бастаймыз. 2017 жылдың 29 қыркүйегіндегі номер 76 бұйрық бойынша кәсіби мереке мұғалімдер күні құтты болсын. Мұғалімдер күні мерекесіне орай және адал еңбегі мен университетінің даму ісіне қосқан жеке үлесі үшін айрықша еңбегі үшін медалімен келесі тұлғалар марапатталсын. Наградить медали университета айрықша еңбегі үшін. Жукенова Алма Кәріс қызы. Қошемет көрсетіп отырмыздар. Ағылшын тілі кафедрасының меңгерушісі. Подтубная Долорес Мустажан қызы. Инженерлік технологиялар кафедрасының оқытушысы. Сатпаева Майра Жетпісбай қызы. Өсімдік шаруашылығы және топырақтану кафедрасының оқытушысы. Колледж оқытушысы. Наградить почетной грамотой университета. Университеттің құрмет грамотасымен келесі тұлғалар марапатталсын. Ақжанова Гүлзира Алтысбай қызы. Экономика және есеп кафедрасының оқытушысы. Наградить Анохину Татьяну Васильевну, преподавателя кафедры информатики. Бурные аплодисменты, дорогие друзья!
Светлану Ивановну, преподавателя кафедры физкультуры и спорта. Награждается Карнаухова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры географии, экологии и туризма. Награждается Мельникова Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры социальной педагогики. Төлегенова Асылдас Темірбекқызы, қаржы және менеджмент кафедрасының оқытушысы. Қошеметтеп отырыңыздар, құрметті әріптестер. Шәкіржанова Инзира Серікқызы, биология кафедрасының оқытушысы. Білім саласын жетілдірудегі және ұйымдастырудағы табыстарыңыз, білім беру және тәрбиелеу бағдарламаларын жүзеге асырудағы елеулі еңбегіңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Сіздің жоғары кәсіби шеберлігіңіз бен білім беру саласының мәртебесін көтеруге белсенді атсалысыңыз жас ұрпаққа кемел білім беруге зор ықпалын тигізді. Ел үшін, ғылым үшін, сауатты болашақ үшін жасап жүрген қажырлы еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңыздың амандығын тілейміз. Ақмола облысы білім басқармасының басшысы Жүнісов мырзадан Ақмола облысы білім басқармасының алғыс хаты. Вручить благодарственное письмо Акмолинского областного управления образования. Қабылдау комиссиясының әдіскері, ардагерлер ұжымының төрайымы Ахметова Тыныштық Мұхатқызы марапатталады. Орыс филологиясы кафедрасының оқытушысы Хасенов Сапар Нығметова марапатталады. Математика және физика кафедрасының оқытушысы Мұсайбеков Рашид Қабдулханұлы марапатталады. За значительный вклад в развитие системы образования области, успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения, профессиональное мастерство и достигнутые результаты в работе, почетной грамотой управления образования Акмольской области награждается Локтионова Наталья Петровна, доцент кафедры русской филологии. Преподаватель кафедры математики и физики Пахомова Лариса Фридовна. Бейнелеу өнері және сызу кафедрасының оқытушысы Шәріпов Рүстем Хасенова марапатталады. Туғын қошемет көрсетейік, құрметті әріптестер. Ұжымдық
связи с проведением праздничного концерта, посвященного Дню Учителя и чествованием ветеранов, награждаются и получают денежные подарки наши ветераны. Жырын тансық жырыңғыза! Қошемет достар! Төлегенова Майра Мимошқызы. Жусупова Айнур Хамидқызы. Киршова Тамара Семеновна. Жумадилова Аманбала Жумадиловна. Награждается Карпухина Галина Поликарповна. Бұл қошемет көрсетіңіздер, құрметті студенттер мен ұстаздар қауымы. Келесі сөз кәсіподақ төрағасы Асаров Мұрат Мұзарапұлына беріледі. В том числе почетной грамотой Общественного объединения города Астаны и Акмолинской области, организации Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки награждаются Тулипергенов Галтай Маликович. Награждается Нурмухамбетова Нургуль Нуркенгыза. Представители кафедры есть кто-нибудь? Почетной грамотой награждается Кудамаева Нуржан Сафаровна, преподаватель кафедры социальной и возрастной педагогики КГУ имени Шокана Валиханова. Сахнада Әбілбек Гүлнұр, ұстазы мәлімет, қарсы алыңыздар. Маған көңілдегі толғаныңды, шыңдаған тәрбиемен далғаныңды, өмірдің маған сыйын өзіңдей жаңа шәкірт болғанымда
Наш сегодняшний праздник посвящен тем людям, которые открывают нам двери в удивительный мир знаний, тем людям, которые грызут гранит науки вместе с нами, тем людям, которые иногда ругают, а иногда ставят пятерки. Этот праздник посвящен вам, дорогие наши учителя. Орта сәне осындай бас құралған, сұлулар бар, буынсыз мың құралған, сүйсініп өнеріне қол соғайы, бейші болып көңілдегі бір арман. Сахнада факультетіміздің мақтанышы, республикалық конкурстардың жүлдегері, Кербез би тобы, қарсы алыңыздар. Ұстаз, ұлағатты есім, шәкірттеріне білім нәрмен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерін бойына дартып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруге ұстаздың еңбегі зор. Ұрпаққа айтар ақылы, көрсетер өнегесі бар. Аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың, ыстық лебі бар аға ұрпақ өкілдері, ардагер ұстаздарымыз ортамызда отыр. Әннің әсері әрқилы. Тәттеуінің әрбір ырғағында ұялаған, терең мәнімен адамның ұйықтап жатқан жүрегін оятады. Оятады да, оның жан дүниесін әртүрлі күйге келтіреді. Зауқын сергітеді, мұңға бөлейді, бұғып жатқан бетін қозғайды. Адам көңілін жас баладай әлдилеп оятады. Ендеше, келесі кезекте Ағелкенің орындауында I am beautiful әніне береміз. Қошеметтеп қарсы алыңыздар.
самого счастья, конечно же, в успехах детей. Константин Дмитриевич Ушинский считал, что учебный труд должен быть радостным, должен быть источником счастья для детей. Нелегка ноша учителя. Чаще всего эту ношу на своих хрупких плечах несут прекрасные женщины, мастера своего дела. Эти люди, которые воспитали не одно поколение. Шәкірттерін азамат көп саналы, ұстаз ана дана бола алады. Ең бастысы ұстаз мына өмірде ұлағат боп, ұлылық боп қалады. Келесі ән сіздерге арналады. Қазақ қыздары, қабыл алыңыздар.
Ұстаз, ұлағатты есім. Шәкірттерін білім дәрімен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Иә, дұрыс айтасың Жасұлан. Ұрпаққа айтар ақылы, көрсетер өнегесі бар. Аналық, әкелік сезімнің, дана ойдың ыстық лебі бар аға ұрпақ өкілдері ортамызда отыр. Құрметті ұстаздар, сіздер салып кеткен сара жол, ұстаз жолы, ұлы жол. Келесі кезекте сен көрінбейсің әнімен Есенбек Жасұланды шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың.
ұстазыңды түсінген сен тереңнен, бар әлемге еңбегімен еленген, сенің бағың өлге қарай өрлесе, ол да бірге қуанышқа кенелген. Сол арқылы сен де өмірді жалғадың, ізгі іс қой, ұстаз тілін алғаның, мақтау алсаң ұстаздардың алдында, ол өзіңнің орындалған арманың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жан тұғып, ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиеті бас иелік мәңгілік. День учителя – это праздник особенный, потому что празднует его сегодня каждый человек, кем бы он ни был – шахтером, врачом, музыкантом, экономистом, летчиком, программистом или президентом страны. Неудивительно, ведь прежде всего он чей-то бывший ученик. На сцену приглашается Кулбаев Азамат. Асыға сәлем жолдап жүреккенбіз, бірге өсіп, ен жайлаған ұл менен қыз. Тәтті күй асқақ әнмен әсембейді, сіздерге тарту етіп біз келеміз дей келе, сахнаға Жаңабатыров Берік пен Қошанова Фирузаны шақырамыз. Көзіңнің мөлдірін аянымен қарсы алыңыздар. Барады ауылым көшіп, қызыл жарға
Алдарыңызда Кербез би тобы, қарсы алыңыздар. Учитель – это нечто несоизмеримо большее. Это состояние души. Любой профессии можно научиться, но научиться быть учителем невозможно. Учитель – это призвание. Призвание к тому, чтобы передать другому все, что умеешь и имеешь. Благодаря этому в будущем мы справляемся со многими проблемами и пользуемся знаниями, которыми нас научили. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай тұрған адамның алтындығы. Деп Ғафу Қайырбеков ағамыз жырлағандай, біздің университетімізде сөзі маржан, үні ән ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз. Әрине, ұстаз жүгі ауыр жүк. Адамның жан дүниесін түсініп, ренжітпей, қателігін сездіре білу, бұл нағыз шеберлік емес пе? Ұрпақ пен өмір жолы жалғанады. Көңілді, күндер тусын алдан әлі, ән шашу, әсем әуен, түрлі өнер, бүгінгі күн сіздерге арналады. Ұстаз туралы өлең шумақтары сіздерге арналады. Аяулы ұстаздар, қабыл алыңыздар. Сәлем бердік ұстаздар баршаңызға, сіздермен тола берсін ортамызда. Бүгінгі ел басқарған азаматтар білім алған сіздердің арқаңызда. Ұстаздарым биік тұлға байсалды, құшақ жая өз мерекен қарсалды.
қуанышты жарқын тілек білдіріп, құттықтаймыз ұстаздарын баршаңды. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның, бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа кім ба жүрген жандығып, ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қасиетті бас иек мәңгі. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарыңа нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Жаралған жақсы үмітпен мұраттардан, жансыздар әлдилеген шуақтарман, жатталсын есімдерің жан жүректе, адамның аяуларына сияқталған. Душой красивы и очень добры, талантом сильны, вы и сердцем щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, уроки, затеи не будут напрасны. Студентам дорогу сумели найти, пусть ждут вас успехи на этом пути. Учитель, какое прекрасное слово! Оно нашей жизни и свет, и основа. Сияет для нас путеводной звездой и в мир новых знаний ведет за собой. Можно в жизни всему научиться, воплотить много новых идей, но учителям нужно родиться, чтобы жить на земле для детей. Не смейте забывать учителей. Они о нас тревожатся и помнят, и в тишине задумавшихся комнат. Тут наших возвращений и вестей. Им так не хватает наших встреч, и сколько бы ни миновало лет, случается учительское счастье из наших ученических побед. Порой мы так равнодушны к ним, на Новый год не шлем им поздравлений, а в суете их попросту из лени не пишем, не заходим, не звоним. Они нас ждут, они следят за нами и радуются всякий раз за тех, кто снова сдаст экзамен на мужество, на честность, на успех. Не смейте забывать учителей. Алдарыңызда жаңа батырып берік ханшайым әнімен қошеметтеп қарсы алыңыздар. Серіп қайталаймын, қасында жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым-ау, жүрегімменен ошағым иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым-ау, бағымды менің жалғыз өзің еселе. Бағымның күні болып бақыт кешере. Бағыңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кешігір. Басымды да өзің төрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана өмірлік көрсетіп өлмесін деген. Ханшайымым-ау, жүрегімменен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым-ау, бағымды менің жалғыз өзің еселе. Бағымның күні болып бақыт кешере. Бағына жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым-ау, жүрегімменен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі.
шебер бағына жетпей жатсам егер кигізе сен кеше гөр Ұстаз, осы бір сөздің өзінде қаншама мән мағына қасиетті ұғым жатыр. Ұстаз алдынан өтпейтін ешкім жоқ. Жүрексіз өмір болмаса, мұғалімсіз білімнің, тәрбиенің іске аспайтыны белгілі. Небір данышпан адамдар, қарапайым еңбеккерлер, тіпті арман қуған жеткіншектер де бәрі бір адамға қарыздар. Ол ұстаз. Почетен и сложен учительский труд. Призвание сердце в дорогу зовут, но знаний богатства вы дарите вновь, а с ними надежду, добро и любовь, терпение святое и искренний смех, настойчивость, раду и веру в успех. Живите достойно, нам силы даря, всегда напряженно, а значит не зря. Құлақтан кіріп ойдалар, жақсы әннен тәптіфей, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Деп Абай атамыз айтқандай, келесі кезекте әнге береміз. Есенбек Жасұлан мен Әмірбек Гүлнұрдың орындауындағы тамаша әнді қабыл алыңыздар. Өз еркіне
Алдарыңызда Кербез би тобы. Қарсы алыңыздар. Каких только испытаний не готовит учителю беспокойная жизнь. Нехватка денег, избыток работы, радость от успехов учеников, слезы от незаслуженной обиды, усталость, бесконечной суеты и второе дыхание от вовремя сказанных добрых слов. И сегодня мы хотим сказать вам очень много добрых, искренних слов любви, уважения, благодарности, потому что чаще всего забываем делать это каждый день. Құрметті ұстаздар қауымы, сіздерді қазан айында аталып өтетін мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің бала көңілдеріңіз әр студенттің жан дүниесін нұрландырып, жүрегіне шапағат нұрын төгуде. Мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлап жүрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Мерейлі мерекеде дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, істеріңізге сәттілік тілейміз. Попури орындайтын жаратылыстану ғылымдарының студенттері, қарсы алыңыздар. Сен жарнама алмайсың, ең
пойдем? Первый лекционный. А? Там вручение будет. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріні темір балқытқан жұмысшыда, егін салған диқанда, мал бағып төрін төккен шопанда, көк күмбезінен әрі кеткен ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Сондықтан ұлағатты ұстаздар сіздерге бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Вы душою всегда молодые, труд и радости с нами деля, наши строгие, наши родные, терпеливые учителя. Сил вы нам отдаете немало и любви, несмотря ни на что. Как вы верите в нас, что, пожалуй, верить так не умеет никто. Мы благодарим вас от имени всех присутствующих. И, конечно же, мы не забыли, что это и ваш праздник. Мы от всей души поздравляем вас с ним и желаем, несмотря ни на что, и впредь гордо нести высокое звание учителя. Ендеше, өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзде бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізем деп жүретін ұстаздардың жөні де жолы да бөлек. Осымен мерекелік концертіміз өз мәресіне жетті. Сіздерді тағы да ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз!